Құрметті студент жастар, Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің бірінші курс студенттері. Сіздерді бүгінгі жарқында қуанышты мереке білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. 1 қыркүйек білім іздеген жастар, білім мен ғылым саласының ұстаздар мен қызметкерлер үшін жаңа ізденістердің, жаңа идеялар мен креатив тойлардың бастамасы. Білім күні оқу орны тарихының жаңа парағының басталуы, оның қызметі мен миссиясын, білім кеңістігіндегі орнын көрсететін ерекше мереке. Бүгінгі күні ТИГУ-дің студенттік ортасы білім мен ғылымға, шығармашылық пен жаңалықшылыққа ұмтылған белсенді жастармен толығып отырған қуанышпен айтқым келеді. Өз кезегінде университетіміз бүкіл әлемдегі пандемияға байланысты онлайн режимде студенттерге білім беруде барлық жағдайды жасайды деп сендіргім келеді. Оған университеттің материалдық техникалық базасы мен профессор-оқытушылар құрамының әлеуеті толық жетеді. Уақытша қиындықтарды бірлесе отырып еңсереміз. ТИГУ әлемдік стандарттарға сай білім іздеген, өзін-өзі дамытуға дайын жастарға шексіз мүмкіндіктер жасайтын заманауи білім ордасы. Құрметті студент жастар, профессор-оқытушылар құрамы, жаңа оқу жылы баршаңызды жаңа жетістіктерге, жеңістерге жетелесін. Оқуда, ғылымда, еңбекте алда болайық. Білім күні мерекесі құтты болсын. Я Тулеген Лейла, студентка первого курса Таразского инновационно-гуманитарного университета. Я долгое время не могла определиться с университетом, но знала точно, что получу образование в своей стране, ведь нет места роднее Казахстана. Выбрал университет ТИГУ, потому что он находится в моем родном городе и к тому же один из самых престижных, туда многие мечтают поступить. Качество образования, репутация, все это меня устроило. Выбрала специальность, которая мне очень нравится, это туризм. Желаю университету только процветания. Мен Жандосов Арсен, болашақ футболистпін. Футбол саласында жүріп, көптеген турнирлерге қатысып, жүлдегер атандым. Енді спорттық шеберлігімді Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде шыңдайтын боламын. Сондықтан ТИГУ менің таңдауым. ТИГУ заманауи білім ордасы. ТИГУ болашағымның кепілі. Жоғары оқу орынға қадам басқалы тұрған достарым мен жерлестерімді жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Тараз инновациялық гуманитарлық университеті Тараздағы ең таңдаулы оқу орындарының бірі. Менің мамандығым филология мамандығы. Бұл жерде студенттерге барлық жағдай жасалған. Жастардың қызығушылығы бойынша түрлі үйірмелер, жастар клубтары бар. Сонымен қатар Шерхан-тану ғылыми зерттеу орталығы бар. Оқумен қатар Шерхан Мұртазаның еңбектерімен танысатын боламын. Бірінші курс студенттері, яғни менің замандастарыма оқуда сәттілік тілеймін. Мен Қырықбай Бағдәулет, Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің бірінші курс студентімін. Сапалы білім алып, болашақта мықты маман болу менің мақсатым. Мақсатыма ТИГУ-мен бірге жетемін. Біз, тәуелсіз Қазақстан Республикасының жас азаматтары, Тараз инновациялық гуманитарлық университеті студенттерінің қатарына қосыла отырып, сапалы білім алуға, мемлекетіміздің заңдарын және университет жарғысы мен ережесін бұлжытпай орындауға, алынған кәсіби дағдылар мен тәжірибені Қазақстан Республикасының өркендеуі мен қуатын нығайту үшін пайдалануға, Қазақстан Республикасының туын, елтаңбасын, әнұранын сыйлап,
қастерлеуге, университеттің дәстүрлерін жалғастырып, имиджін арттыруға, білім, ғылым мен өнер саласында өтетін зияткерлік және шығармашылық конкурстарға белсенді қатысуға, Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің студенті деген атқа лайықты болуға ант етеміз. Мы, молодое поколение Республики Казахстан, вступая в ряды студентов Таразского инновационно-гуманитарного университета, клянемся хорошими знаниями показывать верность профессии, использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания Республики Казахстан, выполнять основные законы государства, устав и правила университета, свято чтить флаг, герб и гимн государства, заботиться о сохранении и приумножении традиций казахстанского студенчества, свято хранить и приумножать традиции вуза, активно участвовать в образовательных, научных, интеллектуальных и творческих конкурсах, высоко нести звание студента Таразского инновационно-гуманитарного университета.